Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге осындай Наполеон торттың жылдам әрі қатты қымбат тұрмайтын заттардан жасалатын рецептісімен бөлісетін боламын. Корждарында қолдан жасайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қамырын жасау үшін ұнның үстінде холодильниктен шыққан осыны салқын сары майды алып, пышақпен немесе осылай теркадан өткізіп, майдалап алатын боламыз. Осылай майдалап алғаннан кейін қолымызбен крошки жасап шығамыз. Толықтай біркелкі болғанша қолымызбен араластырып крошки жасаймыз. Бізде осылай болып шығу керек. Енді сұйық массамызды дайындайтын боламыз. Ыдысқа бір жұмыртқаның үстіне тұз саламыз. Бір ас қасықтай сұйық май. Оның үстіне уксус саламыз. Бір ас қасықтай кез келген уксус болады. Яблочный немесе кәдімгі уксус. Енді осы массамыз 200 мл-ге жеткенше үстіне салқын су құямыз. Осылардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай масса шығады, оны құрғақ ұнның үстіне салып, алдымен шанышқымен араластырып алғанымыз дұрыс. Енді қолымыздың көмегімен ортаға жинай отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Ешқандай артық ұн себудің қажеті жоқ. Осылай ортаға біріктіре отырып, қамырды илеп аламыз. Қамырды қатты илеудің қажеті жоқ, шамамен осындай массада шықса болды. Енді ыдыстың түбінде қалып кеткен қамырлардың барлығын біркелкі етіп жинап, осының бәрін пакетке салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа немесе жарты сағат тоңазытқышта сақтаймыз. Енді крем жасауға кірісеміз. Осындай газға қоятын темір ыдыстың үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қантты салып, жақсылап араластырып аламыз, біркелкі болғанша. Енді үстіне көз мөлшерімен 200 немесе 300 мл сүт құйып, тағы да араластырып аламыз. Үстіне 6 ас қасық ұнды салып, біркелкі іртік қалып кетпейтіндей етіп араластырып алуымыз қажет. Енді қалған сүттің барлығын салып араластырып, газға қатты отқа қойып, тоқтаусыз араластырып отырамыз қоюланғанша. Вот біздің креміміз дәл осылай пісіп шығады. Енді піскеннен кейін осылай үстіне сары майды салып, оттың астын жай қойып, ерігенше араластырып аламыз. Вот бізде осындай крем консистенциядағы крем пайда болады. Енді оның бетін жауып қоямыз. Бұл крем суығанша біз торттың коржын жасайтын боламыз. Қамырымызды алып, бетіне ұн сеуіп, жақсылап жайып аламыз. Ұн сеуді ұмытпаңыздар, дәл осылай ұн сеуіп отырып, жайып шығамыз жақсылап. Көлемі маңызды емес. Пішінін келтіре отырып, осылай жайып алсаңыздар болды. Қамырымызды жайып алғаннан кейін, жай ғана арасына ештеңе жақпай осылай орап шығамыз. Одан кейін біркелкі етіп 8 бөлікке бөлеміз қамырымызды. Үстін басып домалақтап шығамыз. Енді
табаңызға сәйкес келетін пергамент қағазын алып, үстіне ұн сеуіп, корждарымызды жаюды бастаймыз. Дәл осылай ұн сеуіп отырып жайғанымыз дұрыс, жабысып қалмас үшін. Оқтаудың көмегімен алдымен екінші бетіне аударып отырып жаямыз. Одан кейін қамырды қозғалтпай, жай ғана жан жағына қарай жайып шығамыз. Жан жағына, ортасына жан жағына қарай итеріп отырып, осылай жайып шығамыз. Осындай өздеріңізге қолайлы кез келген формамен пішін келтіріп кесеміз. Жабысып қалған жерлерін пышақтың көмегімен ашып алсақ болады. Үстін шаңышқымен толықтай тесіп шығамыз. 180 градуста 7-8 минуттай шамамен пісіріп шығамыз. Қызарғанша, әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан, осылай қызарғанша пісіріп шығамыз. Вот біздің корждарымыз дайын. Шет-шетін кейін бетіне себуге қолданатын боламыз. Барлық корждарымызды дәл осылай пісіріп аламыз, қызартып. Енді жинайтын боламыз. Алдымен осылай кремді біріншіне жағып, барлығына шамамен 3 ас қасықтай крем жаға отырып, құрастырып шығамыз. Жан жағына тигізіп, толықтай тигізіп жағып шығамыз. Біздің креміміз міндетті түрде жетеді. 3 ас қасықты толтырып жағып шығамыз. Ешқандай қатты үстінен басудың керек жоқ. Дәл видеодағыдай жай ғана істеп шығамыз. Енді барлығын істеп болғаннан кейін сыртынан кольцомен қысамыз, формасына келтіріп, вот осылай. Енді таза майлықтың көмегімен үстіне басып шығамыз. Сол кезде бір-біріне сіңіп, қамырымыз біркелкі болып шығады, яғни тортымыз. Одан кейін ең үстіңгі бетіне де крем жағып қоямыз. Жаңағы шет-шетінен қалғанды осылай қолыңыздың көмегімен үстіне басып отырып істесіздер, онша піспей қалған ақ жерлерді қолыңыздың көмегімен бөліп шығыңыз. Қалған үстінен басамыз, оқтаумен мыжудың керегі жоқ. Дәл осылай жасап болғаннан кейін тортымыздың бетіне жақсылап сүйеп шығамыз. Енді кезекте кольцомызды шешіп, жан жағына да кремді жағып, осылай крошкиді жан жағына да жабыстырып шығамыз. Пышақтың немесе шпательдің көмегімен істесеңіздер болады. Кремді толықтай жағып болғаннан кейін жан жағына жабыстырып шығамыз. Наполеон тортының бетіне осылай жабыстыратыны қатты майда болудың қажеті жоқ. Осылай кішкене майдаланып тұрса жеткілікті. Жақсылап біркелкі етіп барлық жағына тигізіп шығамыз. Біздің тортымыз дайын. Тоңазытқышта жарты немесе 1 сағат ұзақ уақыт болса да ұстай берулеріңізге болады. Сол кезде жақсы сіңіп, дәмі кіретін болады. Осылай жеңіл жолмен жасалатын, биік әдемі болып шығатын дәмді тортымыз дайын. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, маған қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Сіздерге ұнағанына сенімдімін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.